Қайырлы күн, оқырмандар. Әдеттегідей Абылай Қалдарбек YouTube каналы сіздермен бірге. Бүгін біз балалардағы ең жиі кездесетін проблемалар, ата-аналардың арасында да ең жиі қойылатын сұрақтар. Бұл менің TikTok'ымда да, Instagram'да, барлық платформада ата-аналардың сұрайтыны. Бұл баладағы витамин D. Витамин D-ның тапшылығы қандай көріністер береді? Оның қандай асқынуы болуы мүмкін, алдын қалай алу керек, қай жастан бастап алу керек, D3-ді қай уақыттан бастап қабылдау керек, жаз мезгілінде қалай қабылдау керек, қыста қалай қабылдау керек. Егер мынау Қазақстанның өзінің жылы бөліктері, яғни біздің оңтүстікте қандай болу керек, солтүстікте қандай болу керек, D3-ге сұраныс, баладағы көрініс, осының барлығын талқылайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркелуді дәл қазір ұмытпаңыз. Сұрағыңызды комментарий бөліміне қойсаңыз болады. Әдеттегідей естеріңізге сала кетейін, приемды Шымкент қаласында жүргіземіз. Нұрсат 126 Абылмет клиникасы. Описание бөлімінде біз контактный информация полностью бердік. Ол жерде телефон номер, адрес, байланысқа сіз тікелей бізге шыға аласыз. Егер сізге біздің көмегіміз қажет болса, кез келген уақытта сізге консультация өткізуге, балаңызды қарауға, қолдан келгенше сізден көмекті аямауға біз дайынбыз. Енді D3 витаминіне қайта оралайық. Балалардағы жалпы D3 негізі бала ағзасында туылғаннан бастап қалыпты дозада болуы керек. Неге? Өйткені D3 витаминінің жеткіліксіздігінің фонында балада қандай белгілер пайда болады? Ол әрине тершеңдік, баладағы әлсіздік, сүйектердің деформациясы, рахиттің белгілері, шаштың артқы бөлігінің түсуі, баланың жалпы бас сүйегінің қалыптасуына дейін осы D витамині организмде рөл играть етеді. Неге? Өйткені D витамині организмде кальцийдің өндірілуін синтездейтін бірден бір витамин болып табылады. D жетіспесе, кальций жетіспейді. Кальций жетіспесе, сүйектерде проблемалы болады. Именно баланың ушығының дамуына, баланың басының дұрыс қалыптасуына, сүйек тірек қимыл жүйесінің дұрыс қалыптасуына, зат алмасу процесіне D3-дің атқаратын рөлі өте көп. Енді D3-ді негізі мен педиатр ретінде балаға 3 айдан бастап беруді ұсынамын. Неге? Өйткені бала туылған кезде егер ата-анасында дефицит витамина D болмаса, жүктілік уақыты барлығы жақсы өтсе, босанғаннан кейінгі кезең егер балада жақсы өтсе, D3 витамині көбінесе дефицит болмайды. Енді D3 витаминінің өзін екі түрде береді. Біріншісі де профилактика ретінде, яғни ағзадағы сол дозаны поддержка жасап тұру мақсатында. Екіншісі это лечебный дозада, яғни доза көбейтіледі. Не үшін? Өйткені дефицит, жеткіліксіз витамин деңгейін толықтыру үшін. Енді дәл қазір именно витамин D-ның жеткіліксіздігі кезінде мен негізі екі этапқа бөлемін. Біріншісі ерте кезеңдер, екіншісі кеш кезеңдер. Ерте кезеңдер, яғни ата-аналар бірінші байқайтын симптомдар. Егер балаңызда тершеңдік болса, көп терлейтін болса, балаңыз әлсіз болатын болса, тонустары слабый болатын болса, шашының артқы бөлігі түсетін болса, бұл ерте белгілер. Яғни бірінші сигналдар. Сіз D3-ді зерттеу керек, тапсыру керек, қарау керек деген бірінші сигналдар. Екінші кеш кезең дейміз бұны, уже когда дефициттің фонында балада сүйек деформациялары болады. Аяғы U-образный болады, X-образный болады. Именно ұршық дұрыс дамымайды балада, немесе баланың үлкен еңбегі кеш жабылады. Мысалға балаңыз бірге келіп қалды, бірақ еңбегінің жабылуы кеш болып жатса, бұл тоже D3 витаминінің дефицитінен болуы мүмкін. Балада ең бірінші лабораторлық зерттеулер, міндетті зерттеулер, ол жалпы қан анализі, D витаминдерді біз 3 айлық мерзімінде тапсырып көруімізге болады. Нормасы D3-дің қалай есептелінеді? 30 нанограммнан жоғары это норма болып есептелінеді, референтный значение бойынша. Бірақ мен педиатр ретінде ұсынатын балада 50-ден төмен болмағаны дұрыс. Неге? Өйткені 50-ден төмен емес D3 ол организмнің қажеттілігін толық жабалады. Енді анализ тапсырдыңыз, 30 бен 50-дің арасында болса, это уже профилактический дозада поддержка жасау үшін бересіз. 3 айдан кейін қайта тапсырып көресіз. Енді егер 30-дан төмен болатын болса, лечебный дозада бересіз. Оны тоже 3 ай тоқтатпай беруге болады, 3 айдан кейін тексеріп көресіз. Енді қандай D3 ұсынады жалпы дәрігерлер? Сіз қандай D3 қолданып жүрсіз? Комментарийге жазыңыз. Ал мен педиатр инфекционист ретінде балаларға ұсынамын D3 Max, D3 Max актив,
Аква D3 препараттары. Неге? Өйткені бұл препараттар лечебный препарат болып табылады. Ешқандай фирманың, айхерттің немесе басқа да фирманың биологически активный добавкасы секілді емес. Бұл лекарственный препарат D витаминін рахитті емдеуге арналған бірден бір препараттардың бірі. Енді дозалар бізде бөлінеді, байқасаңыздар, білсеңіздер, D3-лер 200 миллиграммдық болады, 500 миллиграммдық, 1000-дық, 2000-дық, 5000-дық. Енді балаларға көбінесе 200-дік, 500-дік, 1000-дық единицалар қолданып жатады. Тәуліктік дозасы бала ерекшелігіне байланысты. Егер балаңыз 1 жасқа толмаған бала болатын болса, 600-1000 единица тәулігіне қолдануға болады. Егер 1 жастан асқан 3 жасқа дейінгі бала болатын болса, 1000 мен 1500 единицаның арасында қолдануға болады. Енді D3-ді таңдау неге байланысты? Егер балада ас қорыту жүйесінде проблема болмаса, D3 Max активтің өзін қолдана бересіз, немесе D3 Max-ты. Егер сізде іш өтіп қалуға бейім, сіңірілуге, яғни іште желденуге бейім, немесе ас қорыту жүйесінде қандай да проблемаларыңыз болса, лучше Аква D3. Неге? Өйткені май негізінде болмағаннан кейін ағзаға сіңуі жеңіл, бала жеңіл қорытады, жеңіл сіңіреді, ағзада D3-ді жеңіл көтеруге сізге жағдай жасайды. Ал именно D3 дефицитін егер сіз толықтырмасаңыз, мен айтқан проблемаларға ұшырауы мүмкін бала, рахиттер болуы мүмкін. Ол өз кезегінде кальцийдің деңгейі жетіспегеннен кейін ұршық слабый болады. Алдағы уақытта уже бізде дисплазиядан кейін ары қарай уже ұршықтың желінуі немесе сол секілді түрлі процестер орын алуы мүмкін. Әр бала ата-анаға берілген аманат, әрбір ата-ана баланы қорғауға, оның сау болып өсуіне, дұрыс жетілуіне, былайша айтқанда баланың қажеттілігін толық өтеуге әрбір ата-ана міндетті деп санаймын. Сол үшін егер дәл осы видео алдыңыздан шығып қалған болса, дәл осы моментте егер сіз көріп отырсаңыз, мен сізді қатты құрметтеймін. Өйткені дәл осы уақытқа дейін сізде мүмкін 5 минут, 7 минут уақытыңыз кеткен шығар. Бірақ балаңыз үшін видеоны аяғына дейін көріп отырған ата-ана, сіз өте керемет ата-анасыз. Дәл қазір менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Естеріңізге салам, біз очный, онлайн, офлайн консультация жүргіземіз. Егер сіз Шымкент қаласының жанындағы аудандардан болсаңыз, балаңызды алып кеп толық көрсете аласыз. Бізде профилактический осмотрлар, алдын ала қарау, немесе баладағы жедел сатыдағы процестер, инфекционный процестер, температура, құсу, іш өту, баладағы дефициттер, баланың жиі аурушаңдығы, жатыршылық инфекциялар бойынша мен консультация өтем. Егер сіз Түркістан облысынан емес, басқа облыстан Шымкентке келуге мүмкіндігіңіз жоқ болатын болса, қазір цифрлы Қазақстан, цифрлы заманның дамыған уақытында сіз видео хабарлама арқылы біз сізбен тікелей тілдесе аламыз. Тапсырған анализдеріңіз болса талдап береміз, сізге толық көмек көрсетеміз. Описание бөлімінде біз міндетті түрде номерді қалдырып кетеміз. Егер менің көмегім қажет болатын болса, сіз хабарлассаңыз болады. Және мен дәл қазір мына жерге Instagram парақшамды шығарып қоямын. Instagram парақшаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Себебі Instagramда қысқа рилстар арқылы бала күтімі, балаға қажетті ақпараттар туралы мен керемет рилстарым бар. Олар да сізге пайдасын тигізеді. Балаңызды қорғаңыз, сау болып өссін. Сау ұрпақ ол Қазақстанның болашағы. Менің парақшама тіркелгеніңізге рахмет. Егер тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп алыңыз. Мен сізді өз оқырмандарымның қатарында көргім келеді. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеоларда, келесі біздің жалпы арнаның хабарламаларында сізден жүздескенше